Қадірменді теміртаулықтар және қаламыздың қонақтары. Бүгін көктемнің шуақты күнінде баршаңызбен қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Себебі біздің үлгілі Гюзель хореографиялық ансамблі мен Сарыарқа би ансамблінің Шығыс еліне саяхат атты есепті концертті бізді біріктірді. Қош келдіңіздер! Уважаемые гости, дорогие друзья, мы очень рады видеть вас в этом прекрасном зале на отчетном концерте наших любимых коллективов. И я очень хочу, чтобы вы друг другу поаплодировали за то, что мы сегодня в этом зале. Добро пожаловать! Айта кету керек, биыл біздің еліміз үшін, жалпы қазақстандықтар үшін елеулі жыл. Себебі Қазақстан халқы ассамблеясына биыл 30 жыл. Бірлік, татулық пен ынтымақ елдігіміздің мызғымас тұғыры және мемлекетіміздің басты байлығы дегіміз келеді. Этот год для всех казахстанцев, для всех нас особенный, потому что есть значимые даты, о которых сегодня мы хотим рассказать. В этом году исполняется 30 лет со дня образования Ассамблеи народа Казахстана. Единство, мир, солидарность – это главное богатство нашего государства. Это самое главное, что нас всех объединяет. Я уверена, что все, кто в этом зале, с нами согласны. Ассамблея народа Казахстана на самом деле объединяет всех нас, и хочу отметить, что сегодня в этом зале наши девочки покажут, что танцуют не только танцы казахского народа, но и из других этносов. Поэтому и называется наш концерт «Путешествие в восточные страны». Менің ойымша, бүгін сахнада өнер көрсететін әрбір қатысушы, әрбір биші барынша күш-жігерін жұмсап, ынтасын жұмсап, сіздерге тамаша көңіл күй сыйлайды деген ойдамыз. Айта кету керек, осы жылда барлығымызды біріктіретін ауқымды шаралар, жаңа айтып өткен ассамблеямыздың 30 жылдығы, сонымен қатар 1 сәуір дирижер, композитор, домбырашы, Қазақстанның халық әртісі Нұрғиса Тілендиевтің туғанына 100 жыл. 20 сәуір Кеңес одағының батыры мерген қыз Әлия Молдағұлованың туғанына 100 жыл. 22 сәуір Қазақстанның халық жазушысы, қоғам қайраткері академик Сәбит Мұқановтың туғанына 125 жыл. Әрине, ерекше тебіреніспен айтатын маңызды, барлық қазақстандықтар үшін маңызды біздің оқиға, ол 9 мамыр Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 80 жыл. 10 тамыз қазақтың біртуар ақыны, ағартушы, философ, сазгер, аудармашы Абай Құнанбаевтың туғанына 180 жыл. 2 маусым Байқоңыр ғарыш айлағының құрылғанына 70 жыл және еліміздің бірлігін жарастырып отырған ата заңымызға 30 жыл. 4 желтоқсан Кеңес одағының батыры, жазушы Бауыржан Момышұлының туғанына биыл 115 жыл екен. Қымбатты теміртаулықтар, міне, осы ауқымды даталарды біз міндетті түрде айтып өтуіміз керек. Өйткені биылғы біздің сүйікті ансамбліміздің, сүйікті ұжымдарымыздың есептік концерті осы оқиғалармен тұспа-тұс келіп отыр. Олай болса, мерекелік концертімізді ашық деп жариялаймыз. Мы начинаем!